Сәлем достар. Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін біз қада видео түсіреміз? Копилкамызды ашамыз, үшеуінде осындай копилка бар. Бұны қанша уақыттан бері жинадық? Біраз болды копилка жинап жүргенімізге. Алдыңғы жылы Негізі бұл қатты толған жоқ, бірақ сонда да қыздар ашқысы келіп жатыр. Жаңа жылда ашамыз деді. Иә, өздері алдында жаңа жылға ашамыз деген ойбай, әжептәуір ауыр. Ішінде Райананкі ішлей ауыр емес екен. Енді қазір осыны ашамыз, сөйтіп қанша теңге бар екенін айтып, видеомызды жалғастырамыз, Кән, давайте ашайық. Кімнен бастаймыз? Раянанкіден бастайық, бірінші Раянанкін бастаймыз. Жарайды. Міне біз Раянаның копилкасын ашты. Қазір төгейге. Төге бер, төк. Вау, ақшалар да бар екен. Вау. Ай, қолым. Тиын. Ары қарай тиынмен түсті. Вау, қазір біз санаймыз. Бәрімізге бірге санайық, Енді бұлай қойып қой. Қазір енді Альфиянка, Раянанкі ашылған. Енді қан Альфиян. Альфиянка ауырлау болып тұр. Ішінде үшеуінің салыстырамыз, қанша шығатынын, Альфиянка ауырлау болып тұр. Қазір осын ашып келейік біз. Альфияның. Әке, Альфияныңын аштық. Әке бере тұршы, Альфия. Вау. Тоқта бірінші ақшаларын алғысы. Қолыңда байла. Вау. Мен санап кеттім уже, достар. Меқта, Раяна санап Әлі ақшалар бар ғой. Қойш. Ақша көп қойнады. Вау, қазір тиын бөлейік. Вау. Енді осын санайық, енді біз ары қарай Нұралиевтің ашамыз, Кән стап көреш, Нұрали сенкін. Оның копилкасын ашқамыз. Вау, деп қойын. Копилкасын ашқамыз, Қазір осыны ашамыз. Балға мен сындыра салу керек. Жоқ, шетінен кішкене бұзамызды сөйтіп ашамыз, Енді біз Нұралиевтің копилкасына жерін басын ғана алдық. Вау, Нұрали. Бізге Нұралиге атасы ақша беріп тұрады. Соны Нұрали әкеп біреуін салады. Негізі Нұрали көп ақшасын бәрін сағанда бұдан да көп болады, неде? Кейде бұл салмай қояды ішіне. Сондай кезде кән көрейік үшін. Көп қой, мама. Міне енді ар жағында тиын төгеміз, Жай. Вау. Енді қазір осының барлығын санаймыз. Бізден бірге болыңыздар. Қазір Нұралиевтің санап біттік. Нұралиевтің мына жерде общий 16.500 теңге шықты, Кімдікі көп болады екен әлі салыстырамыз қазір. Мына жерде Нұралиевтікі осындай болып тұр. Қазірге Альфия мен Раянанкін санаймыз қазір. Сөйтіп барлығын бірге айтатын боламыз. Біз мына жерден Альфияныңкі де 16.500 болған екеуініңкі бірдей болды. Ақшасы да тиынды. Майда тиындарды қосқан жоқпыз. Сөйтіп Альфияныңкі де 16.500 теңге болып тұр. Енді Раянаныңкін есептеп көреміз қазір. Раянаныңкін де санап біттік. Мына жерде 11.500 теңге. Бәрініңкі де 16.500, 11.500 болды. Раянаныңкі аздау болып қалды. Өйткені Раяна не істейді? Раяна үнемі ақшаларының кейін салады, кейбірі мектепке апарып жаратып тастайды. Сол үшін бұныңкі аздау болып тұр, Осылай біз копилкамызды аштық, видеомызды түсіріп алдық. Бізге лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. және тіркеліп кетіңіздер, Всем пока!